Жазық дала, шөл мен шайлы жер арасында орналасқан. Тұрғындары бір-бірімен тату, көшелерде балалардың ойыны, үйлерде кебең тіршілік. Бір қарағанда қарапайым ауыл өмірі, алайда тыныштықты сақтаудың шешімін тауып, ішімдіктен түбегейлі бас тартқан ауыл аймағындамыз. Атап айтқанда, Жетісудың тыныш бөлігі Көкжиде ауылы. Көкжиде ауылының тұрғындарымен кездесіп, сол жерде алкогольсіз ауыл акциясына қосылу туралы ұсыныс білдірдім. Сол жердегі Көкжиде ауылының тұрғындары, оның ішіндегі қарты бар ауылдың, ауыл қазынасы бар ауыл деп айтады. Ауылдың ақсақалдары, сонымен қатар іскер азаматтары қосылып, бір бастан қолдап. Көкжиде ауылы Лепсі ауылдық округінің құрамына кіреді. 2013 жылы кірген. Көкжиде ауылының тарихы өте мол, кезінде үлкен ауылдық округ болған. Ауылдың тұрғындары бұрыннан бері өзінің ауызбіршілігімен, өздерінің үлкендерге деген сыйластығымен өте қатты ерекшеленеді. 16 наурыз күні болған жиналыста үлкендердің бастауымен, жастардың қолдауымен, жастар бастап, үлкендер бастаған осындай үлкен бір шара өткізілді. Ол деген яғни Көкжиде ауылы өзінің арақ шараптан бас тарту мәселесі басталды. Енді бұл ауылда мен өмір бақи ата-бабамдан бастап осы ауылда тұрамыз. Барлығы көз алдымда. Өзім 40 жыл мал шаруашылығында еңбек еттім. Ауыл мәдениетті, ұқыпты, сондай сыпайы ауыл азаматтарының бәрі. Ол бізден бұрынғыда тереңнен тартып ой толғап алқалы топта сөз бастайтын абыз қариялар болған. Сол кісілердің айтқаны біздің есімізде. Енді соны кейінгі ұрпаққа жеткізіп құлағдар қылу міндетіміз.